Прокурордың ажалы. 2 бөлім. Араларында алғаш жолығып танысқан кезде-ақ пайда болған мағыналы мақсат бірлігінен туындаған ыстық ықылас пен шынайы тілеулестік сезімі Семейде бірге өткізген қызулы, қызық күндерінде тамырын тереңге жая келе. Бірін-бірі бір тәулік көріп, әңгімелеспесе сағынысып елеңдеп тұратындай халге жеткізгенді. Нағыз достық, балалық, бозбалашылық кезде қалыптасады. Есейгенде дос табу қиын деген пікірдің жаңсақтығын біреуінің жасы 40-тан асып кеткен, екіншісінің жасы 25-ке әлі толып үлгермеген осы екі азаматтың арасындағы кір шалмаған абзал сезім артығымен дәлелдегендей еді. Айтылмаған әңгіме, ашылмаған сыр қалмағандай еді сонда. Бұлар кейде дойып ойнап, әңгіме соғып отырып, уақыттың тым кеш екенін байқамай қалып, бірінің үйіне бірі қона салатын кездері де болып тұратын. Жұбайлары оған ренжімейтін. Бірде Кәрім жол жүріп, Көкпекті ауданына барып, көшпелі сот құрып қайтты. Келген бойда кеңседегі өміртайға соғып, кешкісін балаларды алып үйге келіңдер, тамақ салдырып қоям, әңгімелесіп отырайық деген еді. Сол жолы ол өзінің ауданға барып қайтқан сапары жайында ой саларлықтай, есте қаларлықтай арасында әзіл қалжыңға да тұздық болған бір сыпыра әңгіме айтты. Семейден Көкпектіге жіберілген 2 арба кооператив мүлкін 4 ұры талапты. Артынан бәрібір ұсталған. Соларды жергілікті халық алдында ашық сотпен жазаладық деді бітіріп қайтқан жұмысын қысқа ғана хабарлап. Бара жатқан жолымызда бір әдемі көгалға кезіктік. Тас астынан шымырлап қайнап шығып жатқан мөлдір бұлақты, көк шалғыны жайқалған ғажап жер екен. Жол бастап келе жатқан кісіміз, анау Бақыршық қажының қыстауы, мынау соның туысқаны Шалабай байдың мекені. Ал қазір осы аялдап тұрған жерімізді Мөртас көгал деп атайды деп түсіндірді. Аты қызық екен деп ем. Анау сәл биіктегі жақпар тастарда ерте заманда қашалған таңбалар мен суреттер бар деген соң ерінбей жоғарға шығып соларды қарадым. Таутеке, адам, жылқы, садақ суреттері. Жаңбырдан, желден, уақыттан көнеріп қайсы біреуі өшуге айналғандай. Қай ғасырда салынғаны белгісіз, 500 мың жыл әлде тіпті одан да көп. Уақыт деген тылсымның түпсіз тереңдігіне, тарих деген шалқар көштің таусылмас тізбегіне еріксіз таң қалып, адам өмірінің тым келте қысқалығын ойладым. Сен өзің бұл сапардан әрі ойшыл, әрі пессимист болып оралғаннан саумысың, деп әзілдеді өміртай. Қолдан келсе, ойшыл болған жақсы ма деймін өмеке. Адам бір мезгіл кешегі мен бүгінді ойлап, бір мезгіл ертеңіне көз салмаса болмайды депті ғой. Данышпандар. Ал пессимизм дегенге келсек, оны өзің де мен де өне бойы соттап жүрген, соттай беретін, күндері бір жолы батуға таянған байлардың, шонжарлардың, ұрылардың, жемқорлардың үлесіне қалдырғанымыз жөн шығар деп қашанғы сөзден тосылмайтын әдетіне басып, қолма-қол жарасымды жауап тауып айтқан. Сонымен, тастағы 1000 жыл бұрын салынған суретке қарап отырып, адам өмірінің келтелігін ойладым дедім ғой жаңа. Маған сонда тағы бір ой келді. Ол, адамның уақыт алдында дәрменсіз бола тұра, әрдайым оған өзінің күштілігінде таныта білетіні. Екеуінікі ертеден ит шығыс түсіп келе жатқан тайталас тіршілік. Адамды уақыт алдында жеңіліске ұшыратпайтын 2 нәрсе бар. Ол кейінге мирас етіп қалдыратын ісі және ұрпағы. Сен мұны жаңалық аштым деп айтып отырсың ба? Ғұламалар бұл пікірді де баяғыда айтып қойған деп жымиды өміртай досына сүйсіне қарап, әрі оны әзілмен қамшылап, әңгіме отына май құя түскісі кеп. Егер одан дәл қазір қай ғұлама айтты деп сұраса, нақты жауап бере алмас еді. Бірақ әйтеуір осыған ұқсас пікірді әлде қайдан оқығаны бар сияқты. Мынау жарық дүниеде бізден бұрын айтылмаған пікір, ашылмаған жаңалық мүмкін жоқта шығар деді Кәрім дос сөзіне дауласпай. Бірақ мен тастағы суретке қарап тұрып, 1000 жыл бұрын дүниеден өткен, сол белгілерді ерінбей жалықпай қашаған арғы бабамызды көз алдыма елестетуге тырыстым. Бірақ әрине,
елестете алмадым. Солай бола тұрғанмен өзінен сан ғасыр кейін туатын келер ұрпаққа мына біздерге сәлемдеме ретінде өзінің қолтаңбасын қалдырып кеткен жартылай жабайы бейнетқор сол бабамның тегін адам болмағанына шүбәланғаным жоқ. Жарайды, тасқа қашап өрнек салған ол бабамыздың уақытпен есебі түгелделік. Жаңағы сен айтқан тұрғыдан келсек, артында қолтаңбасы ұрпағы қалсын ақ. Ал бізден өмірдегі кір-қоқыс, зорлық-зомбылық, зұлымдық, ұрлық-қарлықпен арпалысып күн кешіп жүрген екеумізден қандай белгі қалар екен? Осыны ойладың ба деп сұрады Өміртай. Бұған енді не деп жауап берер екен дегендей досына сынай қарап. Мөлдір бұлақ суынан шөл қандырып, беті қолымызды жуған соң, тұнып тұрған көгалға ат жалдырып, аяқ суытып, біраз тынығып алайық деп бөгелгенбіз. Қисайып жатып, қиялға беріліп, біраз ойдың басын шалдым. Кішкентай бала кезімде қозы бағып жүріп шөлдеп, осындай бұлақ суынан сусындағаным, аяғыма кірген тікенді ала алмай әуреленіп отырғанда, қозыларды жамыратып алып, байдың сабағаны, тағы басқа тізбектелген суреттер көз алдымнан өтіп жатты. Осы күнгі айналамызда, қоғамымызда қолға алынып жатқан істер мен енді бір 20-30 жылда өміріміздің қалай өзгеретіні жайында қиялдадым. Сен екеуміздің қазіргі мазасыз жұмысымыз туралы да ойладым. Ойға қырға қуалап, заң қызметі запыс қылды. Осыны қойсам қайтеді деп, ана жолға айтқан сөзің есіме түсті. Бірақ мен қанша мазасыз болса да, осы күнгі атқарып жүрген қызметімізге ризалық білдірдім. Өйткені осының бәрі мына кішкене балаларымыздың, келер ұрпақтың бақыты үшін емес пе? Сол үшін күресу, ғұмырыңды сарп ету, тіпті құрбан болу, өмірден із-түзсіз өту емес қой. Ендеше уақытпен біздің де есебіміздің түгел болғаны да, деді Кәрім күлімдеп. Айтпақшы, сол жерде қисайып жатып көзім ілініп кеткен екен. Сол көгал қайтадан түсіменіпті. Айнала тіпті құлпырып, жайнап кеткендей. Балауса шөппен араласа өсіп, майысып тұрған қызылды сарылы гүлдер, ұшып қонып жүрген түрлі түсті көбелек, бет сипаған майда қоңыр самал, жер жәннаты дегенің жұмағың мен пейішің осындай-ақ болар деп ойлайым сүйсініп. Алсырақта шөп шауып, мая тұрғызып жүрген колхозшылар көзге шалынады. Еркегі де, әйелдері де білектерін сыбанып, бастарын көк шыт орамалмен шарт түйіп байлап алыпты. Қимылдары жіті, көңілдері шат екені аңғарылады. Егер де кеңес үкіметі болмаса, өмірі есе теңдік тиіп көрмеген жалаңаяқ кедейлерге, жалшы жалқы байларға, мынадай жер мәйегін байлардан кім тартып әперер еді деп ойлайым. Солар үшін мәз болып көңілім шалқып, кенет әлденеге елеңдеп бойыма күтік, үрей енгендей болады. Жаңа ғана күлімдеп тұрған күннің көзі жоғалып, айнала күңгірт тартып өзгере қалыпты. Колхозшылар да көзге шалынбайды. Тек қана алыста маған жетуге асығып, әлдене деп қол бұлғап, ат үстінде сен жауып келеді екенсің деймін. Не деп айғайлайтыныңды естімесем де, мені бір әлдеқандай зор қауіптен сақтандыратын сияқтысың. Сол сәтте бақыршық қажының қыстауы жаққа көзім түсіп кеткен еді. Ауыздарын арандай ашып, көздері қанталаған кішігірім тайыншадай болатын екі нән қара төбет құтырына ұмтылып маған тіпті жақындап қалыпты. Орнымнан атып тұрмақ ем, денем ауырлағандай болып, буыным кетіп тұра алмадым. Екі нән төбет маған жетіп, алқымыма азуларын сала бергенде, серіктерім түртіп оятып жіберді. Бастығырылып жайсыз түс көрдіңіз-ау деймін, жүрейік енді, аттар дайын дейді жолбасшымыз қауға сақалды қара шал. Түсіңде ит тістегені жаман дейтін еді әкем. Әйтеуір тісі денеңе дармағаны жақсы болған екен, деді Өміртай. Түсті жаман жоруға болмайды деген үлкендердің ырымын еске алып. Ешкімге айтпағанмен өзімде іштей солай ойладым деп күлді Кәрім. Дегенмен, екі нән төбеттің алқымнан алмақ болғаны, өзіңе өшіккен жаулардың бар екеніне меңзегендей ау деп Өміртай көңіліне келген күдіктің шетін шығарды. Ол бізге жаңалық па? Қолынан келсе, екеумізді атып жібергісі келетіндер аз емес шығар. Бірақ қазір әбүйір болғанда олардың қолында билік жоқ. Бойларынан күш кеткен. Аузын қайрап, тістенгенмен қабуға келгенде дәрменсіз. Бұрынғыдай ырылдап,
тіс көрсете алмайтын болған соң құйрығын бұлғап өтірік мүләйімсуге көшкен. Бірақ жамандығын жасырып істейді. Біреудің қолымен от көсеуге тырысады. Осы жолы мен соттап қайтқан ұрыларды да кооператив мүлкін талауға айдап салған Бақыршық пен Шалабай сияқты бай шонжарлар екеніне күмәнім жоқ. Айтпақшы, сот өтіп жатқан күндері тағы бір қызық жай болды. Біздерге тіккен киіз үйде 10 саусағына алтын күмістен сақина таққан бір пысық келіншек кіріп шығып қызмет етіп жүрген. Келген күніміздің ертеңінде бота көзі мөлдіреген бір әдемі жас қызды өзімен ертіп келді де, көз жақсым, ағаңа қымызды өзің құйып бере ғой, мен қазір келем деп шығып кетті. Байқап отырмын, қыздың жасы көп болса 15-16-да. Ұялғаннан қып-қызыл болып, маған қарауға бата алмай, кесе сұнған саусақтары дір-дір етеді. Шамасы, бұл үйге өз ықтиярымен келмеген. Мен бір кесе қымыз іштім де қызды бекер қысылдырғым келмей, рахмет айналайын, қандым, бара ғой енді деп кетуіне рұқсат еттім. Сәлден кейін келіншек қайтып келген. Аз ішіпсіз ғой, қымыз ұнамады ма, әлде құйып берген көз жақсымды ұнатпадыңыз ба дейді әзілдеген болып, сыр тартып сиқырсып. Қымызыңыз дәмді екен, ал құйып берген қарындасым тіптен тамаша. Қырдың қызыл гүліндей екен. Бір жігіттің арманы сондай-ақ болар дедім мен де сыр бермей, әрі алған әсерімді жасырмай. Дұрыс айттыңыз. Егер өзім сіздер сияқты еркек болсам, көз жақсыма көрген бойда ғашық болар ем деп сыңғырлай күлді келіншек. Содан соң көз жақсыма қызығып, көзінің соңын қадаушылар тымақ көп. Шынымды айтсам, ешқайсына қимайым. Теңі кездессе тегін бер деген екен ғой. Сіз сияқты оқыған, білімді, төре жігіттің жөні басқа. Тек әншейін кездейсоқ біреуге бекерден бекер қор болып кете ме деп қатты уайымдайым деді, қабырғасы қайысып, көңілі шын босағандай болып. Қайынсіңлісі ме кімі? Қыздың тағдыры не болады деп шынымен уайымдай ма, әлде сиқырсуы ма деп ойладым, айыра алмай дал болып. Көз жақсыңыздың міні жоқ, бірақ сіз бен менің көңіліміздің қалауын ол қабылдар ма екен? Тең-теңімен тезек қабымен дейді ғой. Өз көңіліне ұнайтын адамы бар шығар. Болмаса әлі-ақ кездесер деп ем. Келіншек қуанғандай болып жайнан қақты. Ол қызды сізден артық кімге береміз? Сіз оны ұнатсаңыз, ол сізді ұнатпай қайда барады дейсіз. Айтқан тілді алмай көрсін деп лезде өзгеріп, жұлқынып шыға келді. Сіз дұрыс түсінген жоқсыз. Мен үйленген, бала шағалы адаммын. Ал жас қызды жаңағы сіз айтқандай, қаламаған адамына зорлап қосуға қазір ешкімнің хақысы жоқ деп келіншектің аптығын басып. Бетім-ау, жап-жас болып үйленіп қойып пеңіз? Мен сізді бойдағы екен десем, деді ол абдырап. Артынан білдім. Сотталатын жігіттер үй иесінің ағайындар екен. Қазір ел ішіне шыққанда абайламаса болмайды. Қылмысты болып жазаға тартылатындар қымызын да, қызын да, ақша мен малын да аямай көлденең тартып, алда-артыңа тұзақ құрады. Тура жолдан тайдыруға тырысып бағады. Ол кезде даладан көйлегіне қазанның күйесі жұқпас үшін алдына алжапқыш байлап алған Кәрімнің келіншегі кірді. Күйеу сапардан оралғанына әрі өздері сыйлап, жақын тұтатын Өміртай мен Қамланың үйге келгеніне қабат қуанған бидай өңді, қағылез жас келіншек манадан бері асықпай үйіріліп, асқаммен сыртта жүрген. Мен саған көмектесейін деген Қамланы азар да безер болып үйден шығармай қойған еді. Түк істемей, бос отыруға дағдыланбаған Қамла инежіп сұрап алып, балалардың ойын киімдерін жамауға кіріскен. Ал тамақтайын болды, далаға шығыңыздар, қол шайыңыздар, деді Кәрімнің келіншегі жайнан қағып. Дұрыс болды, өркенің өссін. Дер кезінде келдің, әйтпесе Кәрім мен ағаңның сөздері бұзылып бара жатыр еді. Қыз дейме, келіншек дейме-ау, әйтеуір біраз әңгімелердің басын қайырды, деп әзілдеді Қамла. Сен біздің служебный құпиямызды неге подслушивать етесің? Деп күлді Өміртай. Сендердің не істеп не қойып жүретіндеріңді қайдан білейік? Әйтеуір қызмет, жұмыс деп жоқ болып кететін кездерің жиі. Біз болсақ аузымызды ашып, айтқандарыңа сене береміз, деді Қамла өтірік торсаңдаған болып. Жеңіш-ау, еркек пен әйелдің көңіліне желік кірмесін де, желік кірсе кімдігім ұстап тұрғандай, деп күлді Кәрім. Содан соң
Қолдарын алдындағы алжапқышқа сүрткілеп, екі көзі жаутаңдап қарай қалған келіншегін иығынан қаусыра құшақтады да: «Басқаның ай жұлдызын не қылайын? Жанымда гүлдей жайнап сен тұрғандай» деп әндетіп ет. Келіншегінің екі беті бал-бұл жанып: «Қойшы енді ағадан ұяттағы» деп оның құшағынан сытылып босап лып етіп далаға шығып кетті. Кәрім Өміртаймен құрдастардай әзілдесіп дос болып кеткенмен, келіншегі Өміртайдың жатсын сыйлап, оның алдында әдеп иба сақтап, аға дөтен аспайтын. Көңілдерінде жылы шуақты әсер қалдырған сол кештен соң-ақ, кешікпей-ақ бұлардың жолдары қайтадан екі айырылып жүре берген. Өкіметті ауылға жақындату ұраны көтеріліп, 1930 жылдың тамыз айында Семей округі таратылды. Аудандар республика орталығына тікелей бағынатын тәртіп орнады. Алайда тиісті дайындықсыз асығыс жүзеге асырылған бұл шара көп қолайсыздықтар мен қиындықтар туғызбай қойған жоқ. Аудандық мекемелер орналасатын кеңсе болмай, біраз жерлерде мектептер кеңсе етіліп, балалар оқудан қалды. Қызметкерлер тұратын үйлер болмағандықтан, олардың аудан орталығы маңындағы ауылдарда бытырап тұруы дағдыға айналды. Көп ауданда телефон түгілі телеграф байланысы да орнап үлгермегенді. Пошта атпен, түйемен, кейде өгізбен де тасылды. Осындай қиындықтар боларын алдын ала білген кейбір пысықай қызметкерлер әртүрлі амал сылтау тауып қалада қалып қоюға тырысты. Тілі уытты жергілікті бір ақынның «Пысықтар қалды қалада, тіл алғыш кетті далаға, жақындады өкіметті ауылға, дәл осындай бола ма» деп әзілдеп айтқан өлеңі ауыздан ауызға тез тараған. Кәрім мен Өміртай да өздеріне тапсырылған жұмыстан бас тартуға ыңғайсызданатын тіл алғыштардың қатарына жататын еді. Жарма ауданына прокурор болып тағайындалған Кәрім жора жолдас дос-жарандармен қоштасып, әйелі мен кішкене екі қызын алып, жаңа қызмет орнына бөгелместен аттанып кеткен. Өміртай 1930 жылы мамыр айында Шыңғыстау аудандық партия конференциясында округтік партиялық бақылау комиссиясы мен жұмысшы шаруа инспекциясының уәкілі болып сайланды. Соны ескерсе керек, басшылар оған Ұлан ауданына партиялық бақылау комиссиясы мен жұмысшы шаруа инспекциясы президиумының төрағасы болып баруды ұсынғанда, бәлсініп жатпастан-ақ тез-ақ келіскен. Көңіліне медеу тұтқаны Кәрім кеткен Жарма ауданы мен өзі баратын Ұлан ауданы шекаралас. Шектес еді. Жерлері де тым ұқсас, таулы тасты, орман тоғайлы, асыға ағатын асау ертісте екі ауданға бірдей ортақ. Қызметтен қолымыз қалт еткендей сәттерде кездесіп тұрармыз мүмкін деп үміттенген. Алайда үйдегі көңілді базардағы нарық бұзады дегендей-ақ ол ниеті жүзеге аспады. Жұмыстан екеуінің де қолы босамады. Көріспеген көп ай ішінде бір-бірімен хат арқылы ғана хабарласып келген еді. Ал соңғы 2 айда Кәрімнен хабар ошар пышақ кескендей тыйылып қалған. Арада телефон мен телеграф байланысының жоқтығына өкінген Өміртай досының бұл үнсіздігін неге жорудың есебін таппай көңілі күпті болып жүрген еді. Ауырып қалды ма, қол тимей кетті ме, әлде мүмкін жіберген хатын пошташы бір жерге түсіріп алды ма деген сияқты әртүрлі сандырақ долбармен санасын сарсылтқан. Бектемірдің тосыннан әкелген мына суық хабары жүрегін аяздай қарып түсті. Көзге тиген қамшыдай шыбын жанын шырқыратып, ала сырғызып, бөлме ішінде шыр айналдырды. «Өмеке, не істеген жөн? Қандай ақыл кеңес бересіз?» деген Бектемірдің сұрағы бұлай дағдарып, босқа қарап отыруға болмайтынын, шұғыл шешім қабылдап, әрекет іске көшу керектігін еске салған. «Жүреміз», деді Өміртай үстел үстіндегі қағаздарын асығыс жинап. Оның шұғыл, шалт қимылынан білте шамның оты жалп етіп қисая құлап, өшіп қала жаздап барып қайта түзелді. «Қашан? Дәл осы қазір ме?» деді Бектемір, оның не айтқысы келгенін бірден ұқпай. «Жоқ, ертең. Қазір үйіңе қайттағы жолға дайындал. Үстіңдегі формаңды тастап, ел адамына ұқсап елеусіз киін. Сөйтіп таңертең маған кел. Жарма ауданына аттанамыз», деді Өміртай. Бұлар сыртқа шыққанда жаңбыр әлі төпелеп құйып тұр еді. Өміртай үйге келгенде Қамыла балаларды ұйықтатыпты да, өзі мұны алаңдай тосумен отыр екен. Есіктің тықылын естісімен-ақ ұшып тұрып, жылдан барып ілгекті ашқан.
Жайша кешіктің бе деп сұрады сырттан су болып кірген күйеуінің жүзіне назар сала қарап. Төр бөлмедегі қолдан жасалған орындық үстіне қойған жетілік шамның сәулесі ашық есіктен ауызғы бөлмеге де ала көлеңке жарығын түсіріп тұрған. Газетке жіберетін мақаламды жазып бөгелгем. Енді үйге қайтқалы отырғанымда көптен көрінбей кеткен Бектемір келді. Содан бір жайсыз хабар естідім, деді Өміртай тұнжырап. Не дейді? Көкемдердің үй іші аман болса егет, деді күйеуінің сөзінен де өңінен де секем алған Қамыла тіксініп. Олар аман. Ал бірақ Кәрім, жармаға кеткен өзіміздің Кәрім 2 айдан бері жоқ көрінеді. Жоғы қалай? Деді Қамыла ештеңенің мәнін түсіне алмай аңтарылып. Өміртай оған өзі естіген әңгіменің қысқа ғана айтып берді. Сұмдық-ай, қайғырсыққа тап болды екен. Бір бәлеге ұшыраған-ау шамасы, деп Қамыланың даусы қаттырақ шығып кеткен еді. Өміртай шыттырына қабақ түйіп, жарайды, уақытынан бұрын соңқылдамаш, жамадырымға бастағандай болып, деп әйелін тыйып тастады. Бірақ ізінше, бұл жазғанның кінәсі не? Қаттырақ айтып жібердім бе дегендей боп, жайырақ сөйлесейік, балаларды оятып алармыз, деді даусын жұмсартыңқырап. Ол етігін шешіп босағаға қойды. Су өткен сырт киімін шешіп шеге келді. Содан соң төрдегі ұйықтап жатқан балаларына қарап, емірене көзімен аймалағандай болды да, солардың аяқ жағындағы көрпешенің шетін ала сылқ етіп отыра кетті. Көзіне жас толған Қамыла үн-түнсіз ауызғы бөлмеге шыға жөнелген. Үндемей жүріп шай қамдады, дастархан жайды. Екеуден екеу шошайып, қам көңілді одан сайын жерге толтыра түсетіндей даладағы бір қалыпты нөсер сарынына құлақ түре отырып, шайларын ше бастады. Бір-біріне тіс жарып сөз қатпағанмен ойлап отырған жайлары біреу-ақ еді. Ол Кәрімнің жағдайы. Оның отбасысының қазіргі хал күйі болатын. Бейшарай, Күйкентайдың балапанындай кішкентай 2 қызбен қандай үйде отыр екен, деді Қамыла, көз жасын басындағы орамалының шетімен сүртіп. Кәрімнің келіншегі мен 2 балаларын ойлап жүрегі езіліп. Өзі де әлжуаз, нәзік ет, кеудесіндегі шықпаған жанын ғана сүйретіп жүрген шығар. Өміртай қолындағы кесесінің бетін сипап итере салды. Болдым дегені. Қамыла қайтып үн қатпастан дастархан жинауға кірісті. Жұпыны ғана шағын бөлме ішінде көзге түсер ешқандай артық зат жоқ еді. Бір жақ қабырғада қолдан жасаған үлкен сандық тұр. Көрпе, жастық, күндіз соның үстіне жиналатын. Көшіп қонғанда бұлардың киім-кешек дүние мүлкі түгел дерлік сол сандықтың ішіне сыйып кететін. Тақтай еден үстіне төр алдына алаша керемет текемет төселген. Күндіз бұлар бала-шағасымен соның үстіне отырып тамақ ішетін. Кешкісін астарына көрпе төсеп, барлығы тағы да қаз-қатар соның үстіне қисая кететін. Қызмет істеген жылдарының бәрінде де пәтер қиындығы мен тарлығын көп көрген Өміртай былтыр осы ауданға көшіп келгенде де әуелі әдеттегідей үй жалдап тұрды. Кейінірек өздеріне ас дайындайтын кішкене ғана ауыз үйін қоса есептегенде 2 бөлмелі деп айтуға болатындай осы пәтер дегенде кәдімгідей қуанып шүкіршілік еткен. Ол ешқашан үйінде жазу жазбайтын, ала қағазда арнайы үстелі бар кеңседе отырып қана шимайлауды дағды етіп кеткенді. Бүгін де газетке мақала жазу үшін қызметте бөгелгені сондықтан болатын. Ал енді не істейсің? Деді Қамыла дастарханды жинап болып, ыдыс аяқты ауыз үйге апарып келген соң, күйеуіне сұрақты жүзбен жайлап үн қатып. Ертең жармаға жүрем, Кәрімді іздейм. Соншама адам жабылып табылмағанда, жалғыз өзің бір нәрсе шығаралар ма екенсің? Жаныма Бектемірді ертем. Олар табалмаса да, мен табуға тиістімін, деді Өміртай қатуланып. Онда жатып демал енді. Мен жолға ол пұлыңды қамдап қояйын, деді. Өміртайдың аяқ астынан жолға шығып кете беретініне әбден еті өліп үйренген Қамыла. Өміртай балаларының үстіндегі жеңіл көрпесін жөндеп жапты да, ең шеткі кіші ұлының күн иісі шыққан шашынан иіскеді. Ұйқысынан оянбаса да, әкесі келіп қисайғанын сезген ұл мұның мойнына тығыла түсті. Шамды алып, ауыз үйге шығып кеткен Қамыла самауырда қалған жылы сумен күйеуінің көйлек көншегін жуып, көпке дейін күйбеңдеп жүріп алғанды. Өміртай өзінің не істеуі керек екенін ойланып жатыр.
Кәрімнің қалай жоғалып кеткені жөнінде Бектемірдің айтқан әңгімесін әр сөзіне дейін қайтадан есіне түсіріп, ой елегінен өткізуде. Сақадай сайланған қауіпті жауға Кәрімнің аз ғана адаммен асығыс аттануы тегін емес. Жанына ерткен милиционері кім? Осы жерде бір сыр бар. Әлде ұрылардың Мөртас колхозындағы астығы мен аттарын тартып әкетуінің өзі Кәрімді қақпанға түсіру үшін алдын ала ойластырылып жасалған әрекет пе? Онда олардың колхоздағылармен де байланысының болғаны ғой. Милиционердің өзі де солардың кісісі болуы ықтимал. Осы сәтте оның есіне баяғы Хрущев селосындағы милиционер болып жүрген ақ офицері түскен еді. Иә, сол жолы Өміртайдың өзі де кулактардың ұясы болған сол селоға жанына қарулы жолдастар ертпей асығыс аттанам деп мерт бола жаздап еді ғой. Бақытына орай мұны ажалдан Угардың қамқорлығы құтқарды. Ал Кәрімнің жанында сол бір шешуші қиын сәтте ақыл беретін, қамқорлық жасайтын адамның болмағаны қандай өкінішті. Иә, сонымен милиционердің айтқаны рас болса, ең соңғы рет ол Кәрімді Талдысайға түсіп кеткен кезінде көрген. Оқиғаның содан кейін қалай өрбуі мүмкін екенін ойланып көрейікші. Осы жерде есте ұстайтын басы ашық бір нәрсе бар. Ол Кәрімнің бандиттерден қашып құтыла алмағаны. Бандиттер оның атын немесе өзін жаралап құлатуы ықтимал. Бірақ қалай болған күнде де Кәрім атыспай, қарсыласпай, оп-оңай беріле салатын жігіт емес. Ол жараланып немесе оғы таусылып қана қолға түсуі мүмкін. Одан әрі Өміртай кенет Кәрімнің былтырғы жылы Көкпектіге барып қайтқаннан кейінгі айтқан әңгімесін есіне алды. Сонда ол жол-жөнекей Мөртас көгалында ұйықтап жатып түс көрдім деген еді ғой. Бұл соны қалай ұмытқан? Мөртас көгалы, Мөртас колхозы. Екеуінің бір жер екеніне қазір ешқандай шүбәланған жоқ. Өйткені бұл соншалықты сирек кездесетін атау. Әрі оның үстіне ол да есіне қазір түсті. Кәрім сол маңда Бақыршық қажы мен Шалабай байдың қыстаулары бар екенін де ескерткен болатын. Өзі 10 жылға соттап қайтқан, кооператив мүлкін талаған ұрыларды да айдап салған солар сияқты бай шонжарлар деген еді-ау. Кейде ұмытыңқырап бара жатқан жайлардың аяқ астынан санаңда осылай оқыс жарқ ете қалып түп-түгел есіне түсетіні қызық нәрсе. Кәрімнің сол жолғы көрген түсінің тегін болмай шыққаны ма? Түсіндегі Бақыршық қажының қыстауы жақтан оған қарай арсылдай атылатын нән төбеттер сол қыстауға бекінген бандиттерді еске салғанда екен-ау. Өзін материалистпін, әрі атеистпін деп санайтын Өміртай түске сенбейтін. Бірақ қазір түс пен өңнің арасындағы ап-айқын ұқсастықты, дөп келушілікті аңғарып, амалсыз таңырқады. Кәрімді қолға түсірген жағдайда бандиттер не істеуі мүмкін? Оның жеке басына немесе жалпы жаңа тәртіптерге, кеңес өкіметіне өшіккен жау ұрып соғуы, азаптауы, тіпті жазым етуі әбден ықтимал. Егер олар оның денесін досы жөнінде тұңғыш рет осы сөзді қолданғанына өзі де тіксініп қалды. Бір жерге жасырса, таулы тасты, орман тоғайлы, өзен сулы бейтаныс өлкеден іздеп табуы жеңіл бола қоймас сірә. Ол баяғыда өзі Қызылтаң ауданында тергеуші болып жүргенінде Қызыл Отаудағы ойын-сауыққа қатысасың деп күйеуі ұрып өлтіріп, жұрт бармайтын Қарасуға апарып тастаған әнші келіншек Күлжәміштің денесін көп күн іздеп кездейсоқ әрең тапқанын есіне алды. Ал Кәрімді тірі дейік. Бұл сөзге көбірек сенетіндей, әлде сенгісі келетіндей ме? Онда оны жаулары бүгінге дейін қайда жасырып ұстай алады? Өміртай қанша қинала ойланса да, осы сұраққа шындыққа жанасады-ау дейтіндей жауап таппай дал болды. Содан соң мәселенің екінші қырынан келіп, бандиттердің өздері зым-зия үс-түссіз қайда жоғалып кетуі мүмкін деген сауал төңірегінде ой өрбіте бастады. Қалай болған күнде де олардың осы кезге дейін дүрмектерін жазбастан топтанып жүруі ақылға сыймайды. Қажет десеңіз, өздері үшін де қауіпті.
Мұны түсінбейтіндей оларда миғұла кеші емес шығар. Ал енді қарақшылар Кәрімді байлап матап алған қалпында шекарадан әрі асып кетуі ғажап емес деген долбарды бір жола жоққа шығаруға Өміртай онша асыға қоймас еді. Кім білсін, кеңес өкіметінің алдында кешпейтіндей ауыр қылмыс жасағандардың ішінде шекара асып қашып кетіп жатқандары да жоқ емес қой. Бірақ оны олар не үшін әкетеді? Әлде ойға алған арам істерін жүзеге асырып болған соң бандиттер қаруларын жасырып, ауыл-ауылға тарап кетіп, өтірік момақансып, бой талсалап, әліптің артын бағып жүрмегеніне кімге біл? Бір ай бойы қаралмаған жер қалмады, күдікті адамдар тергеуге алынды деген жоқ па Бектемір? Ендеше қазір сол елге барып, ашықтан-ашық сұрау салып іздей бастаса, ол әрекетінен бәрібір түк шықпайтынын Өміртай сезеді. Бірақ ел жұрт ішінде бандиттердің кім екенін, қайда жүргенін білетін адамдардың мүлде болмауы мүмкін емес қой әрине. Момындар Кәрімді кім құртқанын сезсе де қорқып үндемеуі, ал қайсы бір адамдарға туысқандық салт дәстүрдің айтқызбауы мүмкін. Сондықтан Өміртай мүлде басқаша айлы тәсіл қолданып бағады. Байларша тәуір киініп, жанына ат қосшы ертіп, Бектемірді ертіп алады. Алыстан келген адам екенін аңғарып, қоржын бөктереді. Жылқы үйірін жоғалтқан болып сұрау салып ел аралайды. Молдалар мен кәмпескеленген бай шонжарлардың туыстарының үйлеріне түсіп, совет өкіметін жамандап, суыртпақтап сыр тартып көреді. Ол елдің адамдары мұны танымайды, сонысының өзі жақсы. Ал Бектемірші деген ой келді оған. Осы жолы сол жақта болып қайтқанда көп кісінің назарына түсіп қалмады ма екен? Ертең осыны анықтап білейінші. Үстіндегі әскери формасын тастап, ел адамынша киінсе, өзі де өзгеріп шыға келмей ме? Дегенмен, сақтықты бәрібір ұмытпаған жөн. Егер бәрі ойдағыдай болып шықса, қасыма ертуге одан артық сенімді серікті іздесем де табылмас ем. Өміртай Бектемірді біраздан бері білетін. Онымен алғаш рет өзі Шыңғыстау ауданында тергеуші болып қызмет атқарып жүрген кезінде танысқан. Оның да қызық тарихы бар. Өміртайдың белсене араласуымен жергілікті 25 пайдың мал мүлкі кәмпескеленіп, өздері жер аударылғанда, Иса деген атақты шонжар ол жазаға ілікпей қалған. Ол жөнінде бала-шаға мал мүлкімен Қытай асып көшіп кетіпті деген қауесет тарап жүрген. Ата-бабасынан бері қарай бақ дәулеті арылмай келген сол шіріген бай жөнінде Өміртай басқа да алып қашпа әңгімелерді көп естіген. Кешегі патша заманында одан асқан беделді адам болды ма? Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып тұрды ғой. Өзі де менмен паң ет. Кеудесіне нам піскен талай байларың шынтуайттап келгенде, оның қолына су құюға да жарамайтын десетін жергілікті жұрт. Жер аударылған байлардың қыстауларының ағашын алып, аудан орталығына кеңселер мен тұрғын үйлер салына бастағанда, біраз кісі Исаның да қорасын бұзуға барады. Бірақ олар түк бітіре алмай тез қайтып келеді. Тау басында тұрып мылтық атып, Иса оларды маңайлатпай қуып жіберіпті. Сөйтіп, оның ешқайда кетпегені мәлім болды. Иса бастаған қарулы бандыны жоюға 1928-29 жылдың қысында Семейден арнайы жасақ келгенде, соның құрамында Абылғазин Бектемірде болатын. Исаның қайда тығылып жатқанын білем, егер ақ төлесеңдер бастап алып барам деп, жасаққа шал деген ұры жылмаңдап өзі келеді. Сөйтіп ол қақаған суық боранда, қыс ішінде 20 шақты адамнан тұратын қарулы отрядты тау бөктеріндегі жазықпен алдаусыратып алып келе жатқанында, алдын ала қамданып, тау басындағы үлкен обаны қалқан қылып бекініп алған бандиттер тұтқиылдан оқ жаудырады. Екі адамның астындағы аты оққа ұшқан соң, отряд амалсыз бытырай шегініп, қорғанысқа көшуге мәжбүр болады. Қысылтаяң сол шақта Бектемір тәуекелге бел байлап, үлкен батылдық, ерлік жасайды. Күннің қақаған суықтығына қарамастан, үстіндегі ауыр сырт киімін шешіп тастап, тас-тастың, бұта-бұтаның арасымен жасырынып, еңбектеп барып, гранат лақтырып, бандиттердің бірін өлтіріп, қалғандарын қашырады. Егер Бектемірдің осындай батыл қимылы болмаса, қолайлы жерге орныққан жау
өздеріне оқ тартпай отряд мүшелерінің біразын жазым етуі мүмкін екен. Алда-жалда сәті түсіп, отряд шегініп қашқандай болса қуалай атып, қырып салудан да үміттері болған көрінеді. Бандиттерге көмектескен кей адамдарды отрядты арандатып, қырғынға ұшырата жаздаған сол Шал деген ұрыны Өміртайдың өзі тергеп жауап алған. Шал жаулардың әдейі жіберген жансыз екенін анықтап жазаға тартқан. Бектемір мен Өміртай осындай жағдайда танысқан еді. Иә, ертеңгі жол сапарымыз жеңіл болмас. Уақытта түн ортасына таяп қалды. Бағана ымырт түсе басталған жаңбырдың түні бойы жауары хақ. Бірақ таңға жоқ басылатын шығар. Басылса екен. Жол ұзақ. Ұйықтайын, ұйықта, деп жатып, көзінің ілініп кеткенін сезбей де қалды. Таңертең жаңбыр басылыпты. Жуылып, тазарған көк жібек шатырдай болып, аспанның да өңі кіріп, шырайлана қалған екен. Ауада бой сергітетіндей, кеудеге күш-қуат болып даритындай, жанға жайлы салқын леп бар. Өміртай өзінің үйреншікті әдетімен ерте-ақ оянған сияқты еді. Қамла бәрібір одан бұрын тұрып кетіпті. Бұл далаға шыққанда самауырды сақылдатып қайнатып та үлгерген екен. Өміртай әйелінің қашан жатып, қай уақытта тұрып кеткенін сезбегеніне таңырқады. Тастай қатып ұйықтағанмын ба, әлде бұл жазған мені жолға әзірлеймін деп кәкір-шүкір шаруамен жүріп түні бойы көз ілмеді ме? Ауыстырып киетін киімдеріңді қоржынға салып әзірлеп қойдым. Ұстара, сабын, ол бұлыңды жуынып, қырынып болған соң өзің саларсың, деді Қамла. Шағын село ұйқысынан жаңа оянып, қыбыр-жыбыр тіршіліктері енді ғана басталып келеді екен. Сиыр сауған әйелдер, өріске мал айдаған бала шаға. Ешқайда асықпайтын, үйреншікті, күнделікті қоңырқай, бейбіт тірлік. Дәл қазіргі мынадай мамыражай таңда дүниеде жамандық, зұлымдық болады дегенге сенбейтін дейсің. Сенгің келмейтіндей. Өміртай есік алдына шығып, ұйыңқырап қалған денесін жазып, бірер оқыс қимыл жасап, жуынып, қырынып бола берген сәтінде Бектемірде үй жанына келіп, атынан түсіп жатқан еді. Кербестісін үй іргесіндегі қазық ағашқа байлай салып, әйелінің қолындағы сүлгіні алып, енді ғана сүртіне бастаған Өміртайдың жанына таянқырап келіп, «Ассалаумағалейкум» деп дауысын соза сәлем берді. «Әліксалам», деді Өміртай, оның сәлемін қысқа алып. Жас жігіттің өне бойына сынағандай көз салып еді, іштей сүйсініп, риза болды. Кешегі мұның айтқан кеңесін бұлжытпастан дәл орындапты. Үстіндегі үйреншікті әскери формасын тастап, ел жастарының үлгісімен бастан аяқ қазақша киінген Бектемірді қазір күнде көріп біліп жүрген адамдардың өзі де бірден жыға тануы қиынға айналғандай. Киімін ғана өзгертумен тынбай, өзіне соншалықты жарасатын қияқ мұртын да аямай қырып тастапты. Бұрынғы өзі білетін, мұздай болып қару-жарақ тағынып, үнемі әскери формамен ғана жүретін арыстандай сұсты жігіт мұртын алып тастағандықтан болар. Әлдеқайда жасарып, бойында күш-қуаты тасыған, кез келген шаруаны тас қаяқтай етіп тындыра алатын, ауылдың тіл алғыш атан жілік шаруақор боз баласына айналып шыға келгендей екен. Тек көздерінен ғана анда-санда әлдеқандай шыдамсыз тентек сәуленің жылт-жылт ұшқыны аңғарылып қалатындай. Бектемірдің бар сырын бұрыннан жақсы білетін адам ғана ол сәуле жастығына қарамастан талай тайтала шайқастарды бастан кешкен, мойымайтын қайсар жігіттің ашық күресті аңсаған алып-ұшпа сезімінің ұшқындары екендігін бағамдар еді. Аса қиын жұмбақтың шешімін іздеп, қауіпті ауыр сапарға бірге аттануға сайланған жас серігінің түр пошымына көңілі толған Өміртай, көкейіне тағы бір күдік оралғандай болып, үй жанында байлаулы тұрған Бектемірдің мініп келген кербестісіне көз қиығын тастаған. Жауға атылатын жолбарыстай ширығып, ұстараның жүзіндей лыпып тұрған жас жігіт, оның көңіліндегі жылт ете қалған күмән күдікті де айтқызбай ұқты. Біздің қазақ ер-тұрман мен ат танығышақ қой, деп жымиды ол. Соны ескеріп, өткен жолы жармаға мініп барған тор жорғаны ғана емес, ер-тұрманымды да қоса өзгертіп келдім өмеке. Дұрыс істегенсің, деп қостады Өміртай.
Ал, үйге кіріп шай ішіңдер, деді Қамыла солғындау үнмен. Рахмет жеңеше, жаңа ғана келініңіз шайға қандырып жіберді. Мен одан да жұмыс жаққа аяңдай берейін. Жол жөнекей, әлгі біздің кеңсенің атшысын айта салшы, күрең қараны әзірлей берсін. Мен де бөгелмей жетем қазір. Күн қызбай тұрып аттанып, жол өндіргеніміз жөн болар, деді Өміртай. Кеше ғана ұзақты күнге далада ойын соғып, одан кейін де әкелерін әне келеді, міне келедімен елеңдесіп, ұзақ күтіп, талығып барып көз ілген балаларының ұйқыларын бұзғысы келмеген Қамыла шайды ауыз үйге жасапты. Тағы да дәл түндегідей екеуден екеу үн-түнсіз шошайып отырып шай ішісті. Өміртай әйелінің күрең қабақ, шаршаңқыраған, кешегі жайсыз оқыс хабарды естігелі бері маңдайы мен көзінің қиығындағы майда әжімдері бұрынғысынан шұғыл көбейіңкіреп, жүдеңкіреп кеткендей болған қоңырқай өңіне көз тоқтата қарады да іштей қатты аяп кетті. Екеуінің тағдыр соқпағы бір арнаға түйісіп, ерлі-зайыпты боп күн кешіп, тұрмыстың барлық ыстық-суығын бірге бөлісумен келе жатқан көп жылдардың ішінде ол әйелінің бойындағы көнбістік пен төзімділіктің мол екеніне сан мәртебе көзі жеткен. Енді міне, қазірде Қамыла үйреншікті әдетінше жауапты сапарға аттанғалы отырған жұбайын орынсыз сұрақтармен мазалап тіс жармады. Тіс жара қалғанда не сұрар? Осыдан шыққан беттеріңде қайда барасыңдар, не істейсіңдер, қашан келесіңдер дермет? Солай деп сұрай қалса да, Өміртай оған бәрібір жартымды жауап айта алмас еді ғой. Оның үстіне қазақтың әдеттегі жол кесуге болмайды дейтін ырымы және бар. Шай ішіп болған Өміртай төргі үйге өтіп, қаннен-қаперсіз ұйықтап жатқан балаларына мейірлене тағы бір қарап, ең кішкене кенжесін емірене иіскеуге, құшырлана сүюге аңсары ауып тұрды да, ізінше ол ниетін сабырға жеңгізді. Ұзақ жылдар бойында ұлан-байтақ қазақ өлкесінің бірсыпыра аудандарының дәмін татып, күн-түн қатып сапарға жиі шығатын мазасыз тергеушілік қызметте жүргенінде бойына қалыптастырған өзгермейтін әдет дағдысы бар еді. Ол қандай қарбалас қиын жолға аттанып бара жатса да, ешқашан үй ішінде әбігер туғызбау. Қазірде сол дағдысына бағып, балаларды оятқысы келмей, лықсып келіп қалған сезімін ауыздықтап іріккен еді. Арада сүт пісірімдей уақыт өткенде, астарында ұзақ жүріске шыдамды, бапталған жарау аттары бар қос жолаушы селодан сытылып шығатын тастақ жолға түсіп, асығыстау суыт жүріспен Жарма ауданына қарай бет түзеп бара жатты.